Smart ену жүйесінде тәжірибе бойынша жұмыс жоспар кестесін құру. Ескерту: жоспарды тек әкімшілік модулінде практика жетекшісі ретінде көрсетілген тұлғалар ғана құра алады. Жұмыс жоспар кестесін құру үшін жоспарлар модуліне өтіңіз. Жоспар қосу батырмасын басып, ашылған терезеге мәліметтерді енгізіңіз. Жоспар атауын көрсетіп, тілді таңдаңыз. Жоспар түрі: тәжірибе бойынша жұмыс жоспар кестесі. Жоспар түрін таңдағаннан кейін қосымша ашылған екі өріске білім бағдарламасын. Практика түрін көрсетіңіз. Мәліметтерді енгізіп болған соң қосу батырмасын басыңыз. Ашылып тұрған бетте сіз құрған жоспар көрсетіліп тұр. Жоспар атауын басып жоспарды ашыңыз. Ескерту: жұмыс жоспар кестесі білім беру бағдарламасына жалпы құрылатын болғандықтан, жұмыстар тізімінде барлық білім алушыға жалпылама енгізіңіз. Ашылған жоспар бетіне жұмыстарды енгізу үшін қосу батырмасын басыңыз. Тапсырма қосу терезесіне апта бойынша жұмыстар тізімін, тапсырманың басталу күні мен аяқталу күнін белгілеңіз. Ескертпе өрісі толтыру үшін міндеттемесі өріс. Осы реттілікті қайталау арқылы бірнеше жұмыс тізімін енгізе аласыз. Барлық тапсырманы енгізіп болғаннан кейін, аяқтау батырмасын басыңыз. Жоспардағы мүшелер бетіне өтсеңіз, сіз таңдаған білім беру бағдарламасының білім алушыларын көре аласыз. Тізімде білім алушылар толық болмаған жағдайда қатысушыны қосу батырмасын басып, студенттің аты жөнін енгізіп, сол студент үшін екі жақты келісім шартты көрсетіп қоса аласыз. Ескерту: сіз толтырған жоспар негізінде практика бойынша келісім шартты Smart ену жүйесінде жасаған білім алушылар ғана күнделік есепті құра алады. Сондықтан келісім шарт көрсетілмеген білім алушылар үшін жүйеде жасалынған екі жақты келісім шартты практиканы өту үшін көрсете аласыз. Ол үшін білім алушыны таңдап, келісім шартты көрсету батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден келісім шарт тіркеу нөмірін басып, тізімде көрсетіліп тұрған келісім шартты таңдаңыз. Немесе бірінші ұйымды таңдап, кейіннен сол ұйыммен жасалған екі жақты келісім шартты көрсетіңіз. Амалды орындап болған соң қосу батырмасын басыңыз. Барлық тапсырма енгізіліп, білім алушылар толық болған соң келісуге жіберу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде жоспарға қол қоюшы тұлғалар көрсетілген. Кафедрадан практика жетекшісін, кафедра меңгерушісін, декан директорды көрсетіңіз. Барлық тұлғаны көрсетіп болған соң жіберу батырмасын басыңыз. Келісуші тұлғалар жүйеде келіп тұрған хабарлама арқылы қол қоя алады. Сілтеме арқылы қол қою бетіне өтіп, электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Құжатқа өту бетінде дайын құжатты көре алады. Жоспар барлық тұлғалармен келісілгеннен кейін, білім алушылар өз нәтижелерін енгізе алады. Білім алушының нәтижесін тексеру. Ашылған жоспар бетінде тапсырманың соңында көрсетілген көру батырмасын басу арқылы білім алушылардың нәтижесін, жүктеген файлдарын көре аласыз. Тексерілуде статусындағы нәтижені қабылдауыңызға немесе түзетуге жіберуіңізге болады. Ескерту: сіз қабылдаған нәтиже білім алушының күнделік есебіне бірден түсіп отырады.